Сәлеметсіздер. Бүгін ұлттық бірыңғай тестке ары қарай дайындаламыз. Дүниежүзі тарихы 8-ші сынып оқулығы. Он 18-ші ғасырдағы Үндістан және Ұлыбритания. Батыс империяларының отаршылдық саясаты. 4-ші тақырып Ұлы Моғол империясының дағдарысы және оның ыдырауы. 17-18 ғасырлардағы Үндістан. Бұл сабақта Ұлы Моғол империясының өмір сүрген кезеңдері мен Үндістанда жүргізілген саясатымен танысамыз. Үндістандағы жергілікті мемлекеттік құрылымдар және олардың моғолдарға қарсылық әрекеттерінен де мәлімет аламыз. Моғол империясының дағдарыс себептерімен және еуропалықтардың отаршылдық әрекеттерінің басталуымен танысатын боламыз. Ал кеттік. 16-шы ғасырдың алғашқы ширегінде Үндістанның солтүстігінде мұсылман мемлекеті Дели сұлтандығы өмір сүрді. 1526 жылы оны Орта Азиядан шыққан Бабыр жаулап алады. Орта Азияны білесіздер, иә? Бабыр бұрын Ферғанада, Орта Азияда және Кабулда билік жүргізген. Ол Азияның атақты бағындырушысы Әмір Темірдің әулетінен шыққан ұрпағы болатын. Оның Ауғанстанда және солтүстік Үндістандағы иелігі Ұлы Моғолдар мемлекеті деп аталды. Үндістанда моғолдар деп монғолдарды атаған. Ауғанстанда Ауғанстанда кейіннен еуропалықтар да осылай моғолдар мемлекеті деп атап кеткен. Бабыр өзі құрған осы иелігінде исламды мемлекеттік дін деп жариялады. Ал Үндістанның жергілікті халқы индуизм дінін ұстанатын. Ойлан, Ұлы Моғол мемлекетін құрған кім және ол Үндістанға қайдан келді? 17-ші ғасырдың ортасына қарай Үндістанның солтүстігі мен орталық бөлігі де Ұлы Моғол державасының қол астында өмір сүрді. Бұл Үндістан халқының 3/2-сіне билік жүргізген әскери феодалдық мемлекет еді. Барлық билік падишахтың қолында болды. Моғолдардың соңғы билеушісі Аурангзеб падишах билігі кезінде мемлекет 19 субаға әкімшілік аймақ бөлінді. Облыс қазіргі, суба деген солай түсінеміз. Әр әкімшілік аймақ басында падишах тағайындаған субалар отырды. Олардың қолында әкімшілік, әскер және сот билігі жинақталды. Өз әскері болды. Моғол империясының шекарасы үнемі кеңейіп отырды. Бұл кезеңде империяның құрамына Ауғанстан, Балх, оңтүстік Үндістан кірді. Бірақ басқыншылық соғыстар феодалдық топтардың мұсылмандар мен үнділер болып бөлініп, өзара қырқысу соғыстары, әлеуметтік қайшылықтардың тереңдеуі, экономикалық құлдырауы, халық қозғалыстарының бүрлеуі елдегі моғол үстемдігін әлсіретті. Вот как выглядел Бабыр. Бабырдың суреті. Ұлы Моғол мемлекетінде бүкіл жердің иесі падишах болып есептелді. Осыған сәйкес елдің бүкіл өңделетін егіншілікке жарамды жерінің бәріне салық салынып, ол мемлекет қазынасына құйылатын. Сондай-ақ жагир, заминдар, инам және уақф деп аталған әртүрлі феодалдық жекеменшіктегі жерлер де болды. Ойлан, Моғол империясын дағдарысқа ұшыратқан қандай себептер? Жагир деген кім? Заминдар деген кімдер? Не нәрсе? Инам, уақф. Бұлар кім емес? Бұлардың бәрі не деп сұрақ қоямыз, өйткені бұлар жерлер екен.
Жагир әскери қызметі үшін жекеменшікке берілген жер. Оларды иеленуші әскери қызметкерлерді жагирлер деп атады. Ауран Гызып падишах тұсында жагирлер саны көбейіп, олар падишахтың негізгі тірегіне айналды. Заминдар жекеменшік жер, оның иелері заминдарлар меншігіндегі жерді өңдеуге шаруаларды пайдаланды. Кейде олардың қолында салықтан босатылған жер иеліктері де болды. Заминдарлардың шыққан тегі көбінесе үнді ақсүйектері болса, ал жагирлардың негізі мұсылмандардан құралатын. Инам мұсылман дін басыларының меншігіне берілетін жер, олар салықтан босатылды. Вакф діни орындардың, яғни мешіт, медресе, діни мектептердің меншігіндегі жер, оларға салық салынбады. Үндістанда салық ол налог. Үндістанда ұлы моғолдар билігі тұсында аграрлық қоғамның барлық белгілері сақталды. Ойлан, Моғол империясында жерге жекеменшіктің қандай түрлері болды? Балалар, біз Бабыр неге Ауғанстанға кетті? Сол туралы мына жерде жазылған екен. Бұл кітап ежелгі дәуір әдебиеті, Немат Келімбетов авторы. Міне Бабыр деген нені білдіреді? Жазылған арабша бабур арыстан деген сөз екен. Оны ержүрек батырлығы үшін оны бала кезден ақ Бабыр деп атап кеткен. Бабырдың мақсаты Амудария мен Сырдария аралығында, яғни Маураннахрда бір орталыққа бағынатын қуатты мемлекет құру болды. Сол арманына жету үшін ол көп жылдар бойы әрекет жасап, талай суыт жорықтарға атанады. Бірақ онысынан нәтиже шықпайды. Ақыры Шайбани хан бастаған ру тайпалардың тегеуріне төте бере алмаған Бабыр өзіне сенімді бір топ нөкерлермен Ауғанстанға кетеді. Сосын одан әрі Үндістанға қарай бет алады. 1525 жылы ол Дели сұлтаны Ибрагим Лодидің әскерін бұтшыт етіп жеңеді. Сөйтіп Бабыр Үндістан билеушісі болады. 300 жыл бойы, яғни 19 ғасырдың бас кезіне дейін Индияны ағылшындар жаулап алғанға дейін өмір сүріп келген ұлы Моғол империясынан, міне осындай жылдар өмір сүрген, негізін қалаған мемлекет қайраткері ретінде Бабырдың есімі тарихтан жақсы мәлім. Ол кім болған Бабыр? Захириддин Мұхаммед Бабыр 1483-1530 жылдары өмір сүрген. Көрнекті мемлекет қайраткері, даңқты қолбасшысы, сонымен бірге ғажайып өлең жырлар жазып қалдырған лирик ақын, дарынды жазушы, ғұлама, ғалым, атақты тарихшы болған екен. Ол Әндіжан қаласында туылған. Бабырдың әкесі Омар Шейх әйгілі Әмір Темірге туажат болып келеді. Туыс Әмір Темірге. Және Мұхаммед, қазақтың белгілі тарихшысы Мұхаммед Хайдар Дулатидің бөлесі болған екен. Ары қарай мұнда ол туралы не жазылған? Қайда қайтыс болған екен Бабыр? 1530 жылғы желтоқсанның 26 жұлдызында Индияның сол кездегі астанасы Агра қаласындағы өзі салдырған Зарафшан деп аталатын бау бақшалы мекен жайда қайтыс болады. Міне қай жерде жерленген? Кабул, Ауғанстан. Кабул қаласының маңындағы Шер Дарваза тауының етегіне жерлейді. Бабырға ғажайып ескерткіш мавзолей салады. Бұл жер қазір Баг-и-Бабыр деп аталады. Мына жерде не жазылған? Оның әдебиетті, тарихты, әдебиетке қалай көңіл бөлгені жазылған ары қарай.
бұл кітапты алып оқимын десеңдер, Бабырнама деген міне не болған произведение, шығарма. Сонда ол өзі де мемуарларын жазған екен Бабырнамаға. Бабыр. Осындай кітап алып оқимын десеңдер, қосымша әдебиет мазмұны осындай. Міне Бабыр туралы 234-ші бет. Халқы. Үндістанда жаңа заманда әр тілде әртүрлі діндер мен діни сенімдерді ұстанатын 20-дан астам ірі халықтармен қатар 1000-ға жуық аз санды халықтар және тайпалар өмір сүрді. Олардың барлығы дерлік егіншілікпен, мал шаруашылығымен, аңшылықпен айналысты. Дегенмен Үндістанда халықтың әлеуметтік немесе ұлттық тегінен бұрын оның касталық тегі басты орын алды. Каста ол не? Каста үнді халқының арасында адамдардың кәсібі, құқығы мен міндеттері мұраға беріліп отыратын адамдардың тұйықталған жабық топтары. Мұраға беріледі, наследуется. Касталық жүйе жоғарыдан төменге дейін бөлінетін 4 сатыдан варнадан тұрды. Брахмандар, дін өкілдері, кшатрилер, билік өкілдері, әкімдер, әскери адамдар, вайшилер, қауымның ерікті мүшелері, қолөнершілер мен саудагерлер, және шудралар, қауымның еріксіз мүшелері, құлдар мен малайлар. Олардың әрқайсысы бір-бірінен өте қатаң заңдар арқылы оқшауланды. Бір кастадан екіншісіне өту мүмкін емес еді. Үнді қоғамының аса кедей төменгі топтарын жиіркеніш пен кесапаттылар деп атады. Олар өте көп еді. Кесапаттылар. Каста деген не? Касталық жүйеге анықтама бер. Ұлы Моғол мемлекетінің құрамына кірген Үндістанның Бенгал, Маратха, Гуджарат, Пенджаб сияқты ірі ұлыстары касталық жүйеге бөлінді. Бұл кезде Үндістан феодализм дамуын басынан кешіріп жатқан. Үнді қауымы қатаң тәртіппен келісілген еңбек бөлінісіне енгізілді. Міне брахмандар, дін өкілдері, кшатрилер, әскери адамдар, әкімдер, билік өкілдері. Вайшилер қауымның ерікті мүшелері, оған көпестер, малшылар, өсімқорлар, жер иеленушілер жатты. Шудралар қауымның еріксіз мүшелері. Тер илеушілер, тоқымашылар, кір жуушылар, қысшылар. Кедейлер ең төменгі, кесапаттылар. Касталық жүйе бұл. Тадж-Махал кесенесі. Өте әдемі. Бұл керемет өнер туындысын мәңгілік махаббаттың ескерткіші ретінде ғасырлар бойы адамзатты романтикалық күйге бөліп келеді. Тадж-Махал әлемдегі 7 кереметтердің бірі ретінде сақталған. Қазір бұл ескерткішті 1983 жылдан бастап ЮНЕСКО өз қамқорлығына алған. Әлемде оған тең келетін сәулет өнері жоқ. Ұлы моғолдар дәуірінен сақталған бұл сәулет кесенесін Үндістанда билік құрған Шах Жаһанның сүйікті жары Мүптаз бегімге арнап салдырған. Аңыз бойынша қайтыс болған жарына арнап мәңгілік махаббаттың символы ретінде ескерткіш орнатқан. Ұлы Моғол империясының ыдырауы халық көтерілісте. Ұлы Моғол мемлекетінде қалыптасқан экономикалық қиындықтар бұқара халықтың жағдайын нашарлатты. Феодалдық жер иеленушілердің мемлекеттің шаруаларға салатын салықтарының өсуі, тұрмыстардың ауырлығы, олардың Ұлы Моғол билігіне қарсы наразылығын күшейтті. Әр жерден қарапайым халық көтерілістерге шыға бастады. Сондай-ақ Үндістан халқының этностық және діни ғұрыптары оларды Моғол билігінен тәуелсіздік алуға ұмтылдырды. Мемлекеттің іргесі шайқалды, бір аймақтан кейін екіншісі Ұлы Моғол мемлекетінен бөлініп кетіп жатты.
18 ғасырдың ортасына қарай бір кездегі аса қуатты ұлы моғол мемлекетінің Үндістандағы билігі құлады. Үндістан жерінде еуропалық отаршылдардың билігі орнай бастады. Еуропалық державалардың Ост-Үнді компаниясының құрылуы және отаршылдықтың басталуы, Үндістанды еуропалықтардың отарлай бастауы. 17 ғасырда еуропалық кейбір мемлекеттер Үнді мұхиты арқылы сауда жүргізу және отарлар иелену үшін құрылған Ост-Үнді компанияларын құрды. Мысалы, ағылшындық, француздық, голландтық Ост-Үнді компаниялары. Олар сауда мен отар иеліктері үшін өзара бәсекелестікке түсті. 18 ғасырдың ортасында Үндістанды отарлауға ұмтылған еуропалықтардың ішінде аса белсенділік танытқандары француз компаниясы мен ағылшындық Ост-Үнді компаниялары болды. Бұл екеуінің арасында Үндістан үшін күрес басталды. Екі мемлекеттің арасында болған 7 жылдық соғыс 1756-1763 нәтижесінде ағылшындық Ост-Үнді компаниясы жеңіске жетіп, Үндістанды отарлауды қолға алды. Бұл жекеменшіктегі сауда компаниясы бүкіл шығыс елдермен саудаға монополиялық билік жүргізіп келген еді. Енді осы компания арқылы Англия Үндістанды отарлауға кірісті. Үндістанның саяси бытыраңқылығын пайдаланып, Ост-Үнді компаниясы 18 ғасырдың 70 жылдары Бенгалияны басып алды. Бұл Үндістанның ең дамыған бай аймағы болатын. Компания 18 ғасырдың 70-80 жылдары Үндістандағы ірілі-ұсақты мемлекеттер мен ұлыстардың бірінен кейін бірін бағындырды. Ағылшындар бұл жолда жергілікті халық тарапынан қуатты қарсылыққа тап болды. Халық көтерілістері өршіп, отаршылдыққа қарсы күрес толассыз жүрді. Ағылшындар Үндістанды отарлауда ұзақ уақыт соғыс жүргізуге мәжбүр болды. Үндістанды отарлауға кең жол ашылғаннан кейін ағылшындардың сауда өнеркәсіп буржуазиясы Ост-Үнді компаниясының Үндістанды жалғыз өзі отарлауына наразылық білдіре бастады. Буржуазия наразылықтарын білдіре бастады. Бұл бәсекелестікті ескерген ағылшын үкіметі 1773 жылы Үндістанды билеу жөнінде заң қабылдап, заң бойынша Үндістанды басқаратын генерал-губернатор қызметін тағайындады. Бұл қызметке үміткерді Ост-Үнді компаниясымен бірге парламент ұсынатын болды. Үндістандағы ең алғашқы генерал-губернатор болып ағылшын Уоррен Хейстингс тағайындалды. Ағылшын билеушілері жергілікті жердегі әкімшілік, сот, салық жинау, полиция және тағы да басқа қызметтерді өз қолына алды. Ағылшындық судья басқарған қылмыстық азаматтық соттар құрылды. Ағылшындар жергілікті үнділер мен мұсылмандарға қарсы қандай қылмыс жасаса да жазаға тартылмайтын болды. Отаршылдар Үндістандағы өз мүдделерін қорғау үшін жергілікті халықтан жалдамалы қарулы әскер жасақтарын құрды. Үндістандағы мұсылмандар мен үнділер енді ағылшын отаршылдарына қарсы күресті. Биліктерін орнатқан жердегі халықты қанап, салықты ауырлатып, олардың өмір сүру деңгейін төмендетіп жіберді. Ашынған халық ағылшындарға өшпенділікпен қарады. Үндістан Англияға арзан шикізат беретін, оның өндірісінің өркендеуінде өте маңызды орны бар елге айналды. Шикізат беретін, оның өндірісінің өркендеуіне өте маңызды орны бар елге айналды. Қайтадан оқыдым, өйткені мына жерде екпінді дұрыс қоймадым. Үндістандағы ауыл шаруашылығы, қолөнер мен қалалардағы сауданың өркендеуі. Үндістанның ежелден өзінің тамаша қолөнері және сәулет өнерімен даңқы шыққан Бомбей, Мадрас, Калькутта сияқты ірі сауда орталықтар болды. Қалалар қолөнер мен сауданың дамуына зор ықпал етті. Үндістан жері арқылы ірі халықаралық сауда жолдары өтті. Үндістан арқылы Еуропаның сауда керуендері әртүрлі азық-түлік түрлерімен Қытайға және Үндіқытайға сауда жасап барып, ол жақтан шығыстың тамаша қолөнер бұйымдарын, зергерлік заттарын, алтын, күміс бағалы тастар алып қайтатын. Саудадан байыған үнді раджаларының қоймалары нағыз байлықтың көзі болды. 17 ғасырда негізгі қаланған голландтық және ағылшындық Ост-Үнді компаниялары үнділерден әртүрлі маталар, қолөнер бұйымдарын сатып алып, оны Еуропаға апаратын.
Ал Еуропадан әкелінген тауарлар Үндістанда сұраныста жоқ еді. Себебі сапасы төмен, бағасы қымбат тауарлар үнділерге керек емес еді. Еуропалықтардан тек алтын сатып алуға болатын еді. Анықта, Үндістанда шаруашылықтың қандай салалары жақсы дамыды. Еуропалық компаниялардың ішінен Үндістанда үлкен табысқа ие болған ағылшындық Ост-Үнді компаниясы болды. 18 ғасырға қарай компанияның сауда факториялары теңіз жағалаулары мен Ганг өзені бойында пайда болады. Үндістан саудасының өркендеуі қолөнердің дамуына кең жол ашты. 17-18 ғасырларда Үндістанда жібек пен мата өндірісінде, кеме жасау тағы да басқа қосалқы шаруашылық салаларында мануфактуралар пайда бола бастады. Саудадан байыған үнді феодалдары өндірісті дамыту үшін ауыл шаруашылығымен айналысатын жер иелерінің жерін сатып алып, саудаға қажетті өнім өндіруге кірісті. Шаруалар жерден айырыла бастады. Ұсақ орташа жер иелері мен шаруалардың басына түскен ауыртпалық олардың наразылық көтерілісін тудырып отырды. Ойлан, шаруалардың наразылығын туғызған қандай жағдайлар? Біліміңді тексер.